Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте әдемі, дәмді пирог, слезы ангела пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Рецепті көру үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Қамырын дайындау үшін ыдысымызға бір қасық қопсытқыш, ерітілген жұмсақ сары май және қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қолымызбен араластырып крошки жасаймыз. Одан соң бір жұмыртқаның сарыуызын және бір қасық қаймақты салып, араластырып, қамырымызды басып илейміз. Қамырымызды илеп, пакетке салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Құрғақ творогты ыдысқа салып, менде үй творогы, сіздер дүкеннің творогын да қолдануға болады. Үстіне жылток, яғни сарыуыз, қант және қаймағымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Осылай қасықпен немесе блендердің көмегімен араластыруға болады. Одан соң бір үлкен қасық манка салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа салмамызды қойып қоямыз. Енді тестімізді илеп, табамызға салып шығамыз. Табамызға осылай тегістеп жайып шықтық. Енді оның үстіне салмамызды құямыз. Жаңағы творожный начинкамызды тегістеп құйып шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-30 минут пісіретін боламыз. Пирогымыз пісуге 5 минут қалғанда ақуызын қантпен араластырып, яғни белковый суфле жасаймыз. Осындай қою болғанша миксердің көмегімен араластырамыз. Осындай қою болу үшін ақуызымыз, ыдысымыз құрғақ, таза және бір жаңағы жұмыртқаның сарыуызы араласып кетпеуі керек. Сонда сіздерде осындай қою болып шығады ақуызыңыз. Осындай белковый суфле дейді. Дайын болды. Үстіне жайып шығып, пирогтың осындай шанышқының көмегімен узорлап шығамыз. Енді 160 градуста 5-10 минутқа духовкаға салып пісіреміз. Міне менде пісіп шықты. Енді оның үстінен осындай капелькалар шығу үшін 3-4 сағатқа қапағын жауып шығарып қоямыз. Міне 4 сағаттай тұрды. Енді формадан алып босатамыз. Міне мен осындай пирог дайын болды. Үстінен осындай әдемі капелькалар шықты. Енді оны кесетін боламыз. Әбден суыған соң осылай кессеңіздер, пирогыңыз міне өте әдемі, дәмді болып шығады. Мен видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.